Оқушылар, қазіргі өтетін сабағымыз жаратылыстану сабағы. Алдымен оқулығымыздың 20-шы және 21-ші бетін ашып дайындала қойыңдар. Оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Өсімдіктер күндіз қандай болады? Ал түнде ше? Сен қалай ойлайсың, түнде өсімдіктер ұйықтайды ма? Осы сұрақтардың жауабын қазір алатын боламыз. Оқушылар, әр өсімдіктің өзінің даму ырғағы болады. Бұл табиғаттағы өзгерістерге бағынып үнемі қайталанып тұратын әрекеттер. Мысалы, күн түнмен, жаз күзбен қолайлы жағдай қолайсыз жағдаймен алмасады. Сондықтан өсімдік бірде белсенді өседі, бірде оның тіршілігі тыныштық күйде тұрады. Оқушылар, күн мен түннің алмасуына байланысты кейбір өсімдіктердің гүлі жапырағы мен мезгіл өз қалпын өзгертіп отырады. Мысалға, күз келген кезде жасыл жапырақтар қандай түске енеді? Дұрыс айтасың, сары түске енеді. Одан кейін өз тіршілігін тоқтатып, жапырақтары жерге түсе бастайды, солай емес пе? Бұл құбылысты сен өзің бірнеше рет байқаған боларсың. Табиғат құбылыстарына сай өсімдіктер де өз тіршілігін реттеп отырады. Кей өсімдіктер түнгі салқыннан қорғану үшін күн батқаннан кейін жапырағын жинап алады. Ал кейбір гүлдер осылай қауызын жинақтап төмен қарап тұрады. Ол себебі түнгі үсікке тоңып қалмас үшін. Өсімдіктер түнгі салқынның жақындағанын сезіп, күлтелерін жаба бастайды. Ал кейбір өсімдіктер түнде үсіп кетпес үшін жапырағын төмен түсіреді. Оқушылар, ары қарата сендерге сұрақ қояйын. Бір жыл ішінде өсімдік тіршілігі қандай қолайлы және қолайсыз кезеңдерден өтеді? Жазғы құрғақшылық кезінде өсімдік тіршілігінде қандай өзгерістер бола бастайды? Қыс түскенде қандай өзгерістер бола бастайды? Бұл сұрақтардың жауабын 20-21 беттерді мұқият оқу арқылы алатын боласың. Оқушылар, үйге тапсырма осы